Барлықтарыңызға сәлем. Дерзкий, еті жұмсақ, кафедегідей гуйру-цоумен жегіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен тестасын илейміз. Мына жерде 400 грамм ұнға, 1 жұмыртқа, 1 чайный ложка куркума, тұз, керегінше су қосып, средний тесто илейсіз. Керек заттарды описанияға жазып кетем. Полугоркий перецімізді, капустамызды бәрін турап дайындап қоямыз. Тестамызды жарты сағатқа демалуға қоямыз. 5 минут сайын басып тұрамыз. Жақсы тыңған тестаңыз тез созылады. Кесіп, майлап, шетінен соза бересіз. Созылған тестамызды қайнап тұрған суға 1-2 рет қайнатып аласыз. Тестаңызды ешқандай да суық суға салмайсыз. Кішкене суығаннан кейін сұйық май араластырасыз. 1 сағаттай маринадталған етімізді қуырамыз. Жақсы маринадталған ет тез піседі. Еттің маринатын описанияға жазып кетем. 5-10 минуттай қуырамыз. Қуырылған етімізге 1,5 қасықтай соевый соус құямыз. Суыған тестамызды турап қоямыз. Қуырылған етімізге турап қойған көкөністерімізді саламыз. Көп қуырмайсыздар. Полугоркий перец, капуста, пекинский, сельдерей, чесногын салып, қызыл бұрышты өзіңіздің қалауыңызша қосасыз. Ашты жегілеріңіз келсе кішкене көбірек. Тағы да соевый соус құясыз 1,5 қасықтай. Томатный паста салып, бәрін жақсылап араластырасыз. Тұзды көп қоспайсыз. Және турап дайындап қойған тестамызды қуырамыз. Соевый соус құйып, жақсылап қуырасыз. Қуырылған тестамызға көкөністерімізді саламыз. Тамақ дайын. Тура осы рецептпен жасасаңыз, өте дәмді лағман шығады. Қолдап лайк басып тіркеліп кетіңіз.